Менің есімім Айша. Мен 9 жастамын. Спортқа деген махаббатым ерекше. Мен әрқашан жаттығу жасап, өзімді шыңдауға тырысамын. Әрбір жаттығу мен үшін жаңа мүмкіндік, жаңа қадам. Арада бірнеше жылдар өтсе де, спортқа деген қызығушылығым сол қалпында сақталды деп сенемін. Күн сайын тынымсыз еңбек етіп, қиын жаттығуларды орындау арқылы үлкен жетістіктерге жеткім келеді. Мен болашақта мықты спортшы болып, өз елімнің намысын қорғағым келеді. Кейде маған бәрі қиын сияқты көрінеді. Кей жаттығулар бірден шықпайды. Кей сәттерде шаршап, өзіме деген сенімім азайып кетеді. Сол кезде менің қолымнан келмейтін сияқты деген ой келеді. Бірақ мен ондайларға берілмеуге тырысамын. Себебі әрбір жетістік үлкен еңбектің нәтижесі екенін білемін. Қателіктер мен қиындықтар мені әлсіретпейді, керісінше күшейтеді. Мен алға қойған мақсаттарыма жету үшін табандылық танытамын. Мен бүгін алаңға жай ғана ойнауға емес, өзімді дәлелдеуге шықтым. Әрбір доп, әрбір қимыл менің еңбегімнің нәтижесі. Мен бар күшімді салып, мықты ойын көрсеттім. Қиын сәттер болды, бірақ мен берілмедім. Әр ұпай сайын өзіме деген сенімді арта түсті. Мен командама көмектестім, соңына дейін күрестім. Мен бұл сәтке жету үшін көп тер төктім. Әр жаттығу, әр қиындық мені шыңдады. Бүгін сол еңбектің нәтижесін көріп тұрмын. Мен тоқтамаймын. Алда әлі талай жеңіс бар.